Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Кәне оқушылар, 3 топ бар: мысық, алма, қыз. Кейіпкерлер тобына жалғанған келіп, мына жерден карточкаларымызды суырамыз. Тездетіп суырып, орнымызға отыра қояқ, топқа бөлініп. Мысық тобы мында отырамыз, мына бірінші столға. Алма тобы екінші столға, үшінші топ қыз. Яғни бұл Scratch программасының негізгі кейіпкерлері. Бастамас бұрын алдымен үй тапсырмасын сақтап алайық. Миға үй тапсырмасын жауап береміз, сұрақтарға жауап береміз. Кәне, үй тапсырмасына. Өткен аптада қандай сабақ өтіп едік, қандай тақырып өтіп едік? Кәне балалар, дайындалып аламыз. Дайын болдық па? Болды екен, кәне айта ғой. Тұрып, оқып бере ғой бірінші сұрағыңды. Иә, дұрыс. Сосын әдемі болу үшін қажет. Және келесі, екінші, қай топ дайын екен, кәне айта ғой. Сахнаны қалай өзгертеміз? Иә. Қалай өзгертеміз сахнаны, фонды? Фонға барамыз да, фонды өзгертеміз. Дұрыс. Жарай, екінші топтан мультфильм құрастыратын программа. Сосын ертегі. Сосын? Дұрыс. Scratch ертегі мультфильм құрастыратын программа. Келесі үшінші тобымыз. Үшінші топтан кім дайын екен сұраққа? Кәне, үшінші топтан. Айта қойшы, Мардан. Сұрағымызды, даусымызды шығарып оқимыз. Не үшін қажет? Дұрыс. Адамдарды жүргізу, қозғалту, немесе Жүргіземіз, қозғалтамыз, билетеміз, да? Дұрыс, отыра ғой. Енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Кәне оқушылар, жаңа сабағымыздың тақырыбы енеміз. Мынау кімдер? Адамдар. Адамдар. Бұны кім деп атаймыз? Спрайттар.